діни атрибутика мәселесі, мысалы қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің шығарылған 26-шы жаңағы бұйрығы бар. Ол білім беру мекемелерінде діни атрибутиканы тағуға, я болмаса оны қолдануға болмайды. Енді мына былай қарап отырсақ, жалпы Қазақстан Республикасы болсын, түркі тілдес мемлекеттердің барлығы не үшін мына ханафи мазхабын ұстанады? Ханафи мазхабын не үшін ұстанады? Осы сұрақты қайтадан жастарға жаңағы сұрақты қойған кезде біз әдейі қоямыз. Не үшін? Мысалы, тәңіршілерге тоқтау бермейсіздер ме деген секілді сұрақтар бар. Мысалы, қарапайым өзіміздің қазіргі таңда қолданып жүрген смартфондарымыз, теледидарларымыз, 21 ғасырдағы шығып жатқан бүлікке техника 14 ғасыр бұрын болған жоқ. Немесе 1000 бәленбай жыл бұрын болған жоқ. Бірақ ол қазіргі таңда біздің қолымызда бар. Сол біздің қолымызда оны қолданамыз. Мысалы, бұған қатысты қандай да бір шариғи үкім шыққан жоқ. Қайырлы күн. Бізде қазіргі қоғамдағы діннің рөлін қалай бағалайсыз? Әсіресе көп ұлтты және көп конфессиялы өңір Шығыс Қазақстан облысы контекстінде. Енді жалпы діннің рөлі деген бұл адам өміріндегі ең маңызды дүние деп санаймын. Себебі бір адам Құдайға сенеді, тағы бір адам сенбейді деген мәселе көп ұлтты, көп конфессиялы қоғамда бұл бар нәрсе, оны жоқ деп айта алмаймыз, жасырмаймыз. Енді жалпы Шығыс Қазақстан облысының өзін алатын болсақ, Шығыс Қазақстан облысында қазіргі таңда Қазақстан Республикасында бар 18 конфессияның 11 осы Шығыс Қазақстан облысында бар. Қазіргі таңда біздің мемлекетіміз толерантты қағидаттарға сүйене отырып зайырлы қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін сол 11 конфессияның өкілдері Шығыс Қазақстан облысына, ұлтына, түріне, сұлбасына, ештеңкесіне, ұлысына қарамай тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Яғни бұл толеранттылықтың жоғарғы деңгейі деп санасақ болады. Толеранттылықтың жоғарғы деңгейі бұл қандай кезде байқалады? Егер адам өзінің наным сенім бостандығы негізінде өзінің дінін ұстай алса, өзінің ұлтына қатысты, менталитетіне қатысты, жаңағы ұлттық құндылықтарына қатысты дүниелерді емін еркін шектеусіз ұстай алатын болса, ондай жерде қандай да бір хаос болмайды. Яғни хаос болмаған жерде, қандай да бір түсінбестік болмаған жерде, толеранттылықтың жоғарғы деңгейі болған жерде діннің негізгі қағидаттары сақталып, ол ұсталып, тиісті деңгейінде адам өмірінде діннің қандай да бір рөлі бар деп айта аламыз. Яғни діннің рөлінің қазіргі қоғамға берері, әкелері қоғамдағы тыныштық пен береке мен бірлікті сақтау болып саналып отыр. Рахмет. Дәстүрлі емес, деструктивті діни ағымдар қандай қауіп төндіреді? Деструктивті, дәстүрлі емес діни ағымдарға келетін болсақ, бізде қазіргі таңда өзіңіз білесіз, дәстүрлі және әлемдік діндер деп айтатын болдық. Бұрын бұндай сөз дінтанушылардың арасында болған жоқ болатын. Қазіргі соңғы жылдары бұл мәселе көтеріліп келе жатыр. Өзіңіз білесіз, биылғы жылы қыркүйек айында 8-ші дәстүрлі әлемдік діндер лидерларының Астанада съезі өтті. Осы съез аясында қазіргі таңдағы жасанды интеллект арқылы деструктивті діни ағымдардың өздерінің жаңағы насихаттау жұмыстарын одан ары күшейткені байқалып отыр. Қазіргі таңда осы деструктивті, дәстүрлі емес діни ағымдардың біздің қоғамға тигізер әсері үлкен. Әрине, Шығыс Қазақстан облысында қандай да бір деструктивті діни ағымдар өкілдері жоқ деп біз айта алмаймыз. Ол кісілер біздермен бірге селбесіп өмір сүріп жатыр. Бірақ та ол кісілердің насихаттауынан, қоғамдық орындарда сол жаңағы деструктивті діни ағым идеологиясын таратудан қазіргі таңда біздің өңіріміз таза дейтін болсақ, бірақ тағы әлеуметтік желіде, интернет кеңістігінде бұл қауіп әлі күнге дейін сақталып отыр. Сондықтан ең үлкен қауіп бұл деструктивті діни ағымдардың идеологиясы. Ол идеология негізінде қарап отыратын болсақ, қазіргі таңда мемлекет жоқ, жалпы бір мемлекет болуымыз керек. Ол жаңағы үлкен бір діни канондық негіздерде
басқарылатын мемлекет болу керек. Біздің конституциямызда жазылған азаматтық құқықтық мемлекет деген ол тек қана адамдардың шығарып алған заңы, я болмаса жаңағы ескі діндерден, я болмаса бұрынғы кездегі тәңірге сенуден қалған дәстүрлер қазіргі таңда жоқ деген сияқты концепцияларды шығарып, соларды жастардың ойына, бойына сіңіру арқылы қазіргі таңдағы Қазақстанның жалпы ұлттық құндылықтарына өздерінің жоқтау әсерін тигізгілері келеді. Енді біз қазіргі таңда осы деструктивті діни ағымдардың идеологиясына сәйкес дәстүр жоқ дейтін болсақ, біздің тарихымыз жоқ дейтін болсақ, онда жалпы мемлекет жоқ деп айтуымыз керек. Мемлекет жоқ деп айтатын болсақ, онда біздің жеріміз, ұлттық деңгейіміз, тіліміз, діліміздің барлығы сол бір контекстің ішіне кіріп кетіп, жалпы бір ұлттың өмір сүруіне үлкен қауіп әкеледі. Сондықтан осы деструктивті діни ағым идеологиясынан сақтану мақсатында қазіргі таңда осы қауіптерді халыққа ескертіп және түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Біздің өңірде діни радикализм мәселесі қаншалықты өзекті? Діни радикализм мәселесі біздің өңірімізде ең өзекті мәселелердің бірі емес. Себебі Шығыс Қазақстан облысының көлемінде дін істері басқармасы бар. Дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығы бар. Қазіргі таңда жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді мына ақпараттық түсіндіру жұмыстары барысында біздің мамандарымыз кейбір мекемелерге барған кезде сұрап жатады: сіздер немен айналысасыздар жалпы? Тектен текке отырған бір мекеме секілді көреді, бірақ тектен текке отырған мекеме емес. Себебі біздің құрамымызда дін мәселелерін зерттеу орталығында көптеген дінтанушыларымыз бар, ислам танушыларымыз бар, жалпы психологтарымыз бар, заңгерлеріміз бар, мысалға ақпараттық түсіндіру жұмысының жаңағы бөлімі бар, мониторинг және ақпараттық кеңістіктегі контр мен жұмыс жасайтын бөлім бар. Яғни бұл бөлімдердің барлығы қазіргі таңда осы Шығыс Қазақстан облысында радикализмнің таралуына тосқауыл болып тұрған үлкен бір барьердің бірі. Себебі әлеуметтік желіде, жаңа өзіңізге де басында ақпаратта бердім, радикализмнің таралуы ол қоғамдық ортада қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысында таралып жатқан жоқ. Себебі біз анкетирование өткіземіз, сауалнама жүргіземіз, үлкен жаңағы әлеуметтік сауалнамалар бар. Солардың барлығының аясында қазіргі таңда біз Шығыс Қазақстан облысында қарап отыратын болсақ, Шығыс Қазақстан облысы діни түсінік негізінде өте таза деп айтуға болады. Себебі кейбір өңірлер әлі күнгі қазіргі таңда деструктивті діни ағымдардың бар екенін кейбір ауылдағы үлкен кісілеріміз білмей жатады. Енді жастар әлеуметтік желіде отырғаннан кейін олар әрине қандай да бір ақпараты бар, бірақ діни сауаттылық тұрғысынан қараған кезде жаңа үлкен адамдарымыздың өзі қандай топтардың бар екенін, мысалға мына деструктивті діни ағымдарды айтып жатамыз, оның ішінде қаншама мысалға ағымдар бар. Жаңағы біздің айтып жүрген кейбір ағымдардан бөлек қаншама бізге білінбейтін, бірақ сырттан идеологиялық тұрғыда басқарылатын ағымдар бар. Осылардың барлығын ақпаратын берген кезде радикализм деңгейі Шығыс Қазақстан облысында жоқ деп айтуымызға болады. Бірақ қазіргі таңда дінтанушы маман ретінде жалпы өзіміздің дұрыс бағыттағы ханафи мазхабын ұстанып жүрген азаматтарымыздың ішінде жаңағы радикализм бағыты байқалып қалуы мүмкін. Ол қалай деп біз сұрайды көп адам. Сонда біздің түсіндіруімізде ол былай: жалпы мемлекет бар, мемлекеттің зайырлы қағидаттары бар. Осы зайырлы қағидаттары ол не үшін? Мысалға білім мекемесінде зайырлы білім беріледі. Жаңағы мемлекеттік органдарда зайырлы қызмет көрсетіледі. Ол жерде біз канондық діннің негіздерімен басқарылмаймыз, ал мемлекеттің заңнамасымен басқарыламыз. Соның ішінде кейбір мәселелерге біздің азаматтарымыз қарсы шығып жатады. Осы деңгейде сол азаматтар ойлану керек. Біз қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Мысалы, Конституцияның бірінші бабын ашып қалсаңыз, Қазақстан Республикасы әлеуметтік, зайырлы, демократиялық, құқықтық, азаматтық мемлекет деген сөз бар. Енді діни наным, сенім бостандығына, сөз бостандығына Конституция кепілдік бергеннен кейін біз ойымызға келген нәрсені айтып, ойымызға келген нәрсені жазып, жаңағы діни деңгейде Қазақстан Республикасының діни саясатына қарсы келу қандай бір деңгейде ертең жаңағы айтып отырған, сіз екеуміз айтып отырған радикализмнің таралуына және деструктивті діни ағым идеологиясының тезірек таралуына мүмкіндік жасап жібереміз. Сондықтан осы азаматтар да жаңағы дәстүрлі жолда жүріп, радикалданып кету қауіпінен сақтанып жүргендері дұрыс болады.
Жақсы, рахмет. Жалпы мынау отбасы және жастардың арасында Шығыс Қазақстан облысының жастарының көбінде қандай діни мәселелер бойынша сұрақ қойып жатыр қазір? Енді қазіргі таңда біз мектеп оқушыларымен, университет студенттерімен және мына үлкен мекемелердегі жастар қауымдарымен кездескен кезде көбінің сұрақ қойылатыны бұл жаңағы мекемелерде немесе жаңағы қоғамдық орындарда діни атрибутика мәселесі. Діни атрибутика мәселесі, мысалы қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің шығарылған 26-шы жаңағы бұйрығы бар. Ол білім беру мекемелерінде діни атрибутиканы тағуға, я болмаса оны қолдануға болмайды. Қазақстан Республикасының заңнамасының аясында діни мерекелерді мектептерде өткізуге болмайды, сол сияқты мемлекеттік органдарда да өткізуге болмайды. Осы мәселелердің барлығының аясында бұл не үшін жасалып жатыр деген сұрақ бар. Сол сұрақтың барлығын осы біздің жастарымыз қояды. Неге ол олай? Неге бұл бұлай? Бұның барлығы жаңағы радикализм деңгейін азайту, деструктивті діни ағымдардан сақтану мақсатында жасалған заңнамалық тұрғыдағы қорғану. Енді келесі жастардың қойып жататын тағы бір сұрағы, бұл жалпы мына Қазақстан қоғамындағы өзіңіз біліп отырсыз, неге жаңағы бір топ бар, дәстүрді бар дейтін болса, екінші топ бар, дәстүр жоқ дейді. Дәстүрді бар, сол дәстүрмен ғана жүруіміз керек деп олар өздерін тәңірші ретінде позиционировать етеді. Енді жаңағы не жоқ, дәстүр жоқ, тек қана діни шариғат болу керек дегендер өздерін жаңа деструктивті діни ағымның өкілі ретінде позиционировать етеді, бірақ өздерін ақтап алу үшін жаңағы айтылатын көптеген сөздер бар. Енді мына былай қарап отырсақ, жалпы Қазақстан Республикасы болсын, түркі тілдес мемлекеттердің барлығы не үшін мына ханафи мазхабын ұстанады? Ханафи мазхабын не үшін ұстанады? Осы сұрақты қайтадан жастарға жаңағы сұрақты қойған кезде біз әдейі қоямыз. Не үшін? Мысалы, тәңіршілерге тоқтау бермейсіздер ме деген секілді сұрақтар бар. Сонда біз айтамыз, ханафи мазхабын ұстанудағы ең үлкен себебінің бірі, егер ол Құранда, хадисте, тағы басқа дүниелерде жоқ болатын болса, ханафи мазхабының ең үлкен имамы болған имам Ағзам Абу Ханифа айтады, сендер онда сол жергілікті жердің халқының менталитетінен, ғұрфынан алып, соған үкім шығарып беріңдер дейді. Яғни бір сұраққа жоқ, жауап жоқ, Құранда жоқ, хадисте жоқ, ғұламалардың сөзінде жоқ, бұрын соңды болмаған. Мысалы, қарапайым өзіміздің қазіргі таңда қолданып жүрген смартфондарымыз, теледидарларымыз, 21 ғасырдағы шығып жатқан бүлікке техника 14 ғасыр бұрын болған жоқ. Немесе 1000 бәленбай жыл бұрын болған жоқ. Бірақ ол қазіргі таңда біздің қолымызда бар, сол біздің қолымызда оны қолданамыз. Мысалы, бұған қатысты қандай да бір шариғи үкім шыққан жоқ. Бірақ кейбір, енді қалай деп айтсақ, надандау, оқымаған кейбір діни фанатиктеріміз не дейді? Теледидар көруге болмайды, смартфон көруге болмайды, ананы үйтуге болмайды, мынаны сүйтуге болмайды деген кезде, енді сіз қараңыз, қолыңыздағы бір игілікті затты қолданып, адамзаттың болашағына қауіп төндіретін дүниелердің алдын алып қалу, сол ақпараттық технологияларда қазіргі таңда тұр. Сіз оны қолданбаймын деп теріс қарап жатып алсаңыз, я болмаса жаңа ғылымның дамуына, сол технологиялар арқылы қазір ғылым дамып келе жатыр. Ғылымның дамуына, білімнің дамуына сіз тосқауыл болатын болсаңыз, онда сіздің фанатикалық деңгейіңіз адамзатты жоғалту деңгейіне шығып кетті. Ол яғни жаңағы канондық діннің негіздерін ұстану емес, адамзатты жоғалту деңгейіне шығып кетті. Осы тақырыптар төңірегінде жастардың сұрақтары өте көп. Неге Қазақстан Республикасының жаңағы зайырлық қағидаттарын түсіне алмай жатады? Мысалы, зайырлық деген сөздің өзін түсіндіреді, не дейді? Көп адамдардан сұрасаңыз, дінтанушылардан, жаңағы жалпы азаматтардан сұрасаңыз, не дейді? Зайырлық қағидаттары дін мемлекеттен бөлек болды дейді. Енді қалай дін мемлекеттен бөлек? Оны түсіндіруіміз керек қой. Қалай дін мемлекеттен бөлек, не үшін бөлек, зайырлық қағидаттары деген не? Мысалы, былай қарасаңыз, діннің канондық жаңағы негіздеріне мемлекет келіп араласа алмайды. Мысалы, мұсылманға келіп, сіздің қасиетті күніңіз осыдан былай жұма емес, жексенбі болсын, немесе жаңағы христиандарға барып, сіздің қасиетті күніңіз жексенбі емес, осыдан былай жұма деп мемлекет айтпайды. Себебі бұл зайырлық қағидаттары. Жаңа айтып отырмыз ғой, әлемдік дәстүрлі діндер деп атағанымыз дәстүрлі түрде қалыптасып, халықтың ішінде қалыптасып қалғаннан кейін бұны біз дәстүрлі әлемдік діндер дейміз. Сол дәстүрлі түрде қалыптасқан
жұма күні мұсылмандарда ежелден сол жұма күнінің намаз парыз болғаннан бері пайда болды. Жексенбі күні жаңағы христиандарда бұрыннан сол келе жатты, сол қасиетті күні болып саналды. Осы шарттарға мемлекет кіріспейді. Бірақ мемлекет қай кезде кіріседі? Мемлекет қоғамдық ортада тыныштық сақта деді ме, біз зайырлы қағидаттарына салып сақтауымыз керек. Бірақ үйдің ішінде ол зайырлы қағидаттарын сақтайсыз ба? Жаңа діннің негізгі канондық нелерін сақтайсыз ба? Осының барлығын кейбір деңгейде зайырлы қағидаттарын біздің жастар сұрақ ретінде қойып жүр. Не үшін зайырлы? Сонда мемлекет дінді бөлектеп тастады болды ма дейді. Жоқ, мемлекет дінді бөлектеп тастаған жоқ. Керісінше, жаңа деструктивті діни ағымдардан қорғану үшін мемлекет дінге айтты. Сіздер егер діни бірлестік құратын болсаңыздар, жаңағы мешіттеріңізді, я болмаса храмдарыңызды, шіркеулеріңізді салатын болсаңыздар, онда міндетті түрде Қазақстан Республикасының заңнамасымен сіздер тіркеліңіздер, құрамыңызда қанша адам бар екенін әкеліңіз, бізге көрсетіңіз, жаңағы дін істері комитетінің тарапынан бүкіл әдебиеттеріңізді зерттеуден өткізіңіз, соның барлығы шарттарына сай болғаннан кейін Қазақстан Республикасында миссионер, егер шетелден әкелетін болсаңыз, сол миссионерлік куәлігіңізді алып алып, Қазақстанның қай түкпірінде болсаңыз да, егер ол дұрыс бағыттағы дін болатын болса, насихаттай беріңіз деді. Бұл зайырлы қағидаттар. Енді мысалға мына 2011 жылы Қазақстан Республикасының діни бірлестік және діни қызмет жөніндегі заңы қабылданға дейін ақпарат көздерінен қарасаңыз болады, Қазақстанда 5000-нан астам діни бірлестіктер болған. 5000-нан астам. 2011 жылы заң қабылданғаннан кейін 2000 діни бірлестік қалды. Сол 2000 діни бірлестік 2008 жылы, 2011 жылдар аралығында қарасаңыздар, қаншама Қазақстандағы діни дұрыс емес ағымдарға тосқауыл салынды. Солардың ішінде, мысалы, көптегеніміз білеміз, мына семьяларын тастап, отбасыларынан тастап, бір апта, 10 күн, 30 күн, 40 күн деп дағуат жасаймыз деп кетіп қалып, қаншама отбасылар айырылысты бір-бірімен. Қаншама бала әкесіз қалды, қаншама бала шешесіз қалды. Қазіргі таңда да осы дүниелер тіркеліп жатыр, қаралып жатыр. Сондықтан қазіргі таңда жастардың арасында діни фанатик болу мәселесі емес, жастарға қазір дұрыс, діндар, бірақ мемлекетшіл азаматты тәрбиелеп шығу керектігін біз оларға түсіндіру мақсатында айтып жатырмыз. Бірақ ол кісілердің жаңағы айтып отырған негізгі сұрақтар арасында көптеген түсініспей мемлекеттің заңнамасына қайшы келіп жатқан жерлер сол. Оны түсінгеннен кейін әрбір жас оғады. Яғни мына мемлекеттің заңнамасы деңгейінде жаңағы тек қана діни сұрақтарды діни қызметкерлерден барып сұрап, анығын анықтап, ол діни қызметкер бір мекемеге бекітілген, тіркелген болу керектігі жөніндегі де ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Түсінікті, рахмет. Және де мынау Шығыс Қазақстан облысындағы мемлекеттік органдар мен діни бірлестіктердің өзара әрекетін қалай бағалайсыз? Енді өзіміздің жұмысымызды өзіміз бағалағанымыз қалай болар екен? Бірақ қазіргі таңда дін істері басқармасы бар, дін мәселелерін зерттеу орталығы бар. Яғни осы Қазақстан Республикасы дін саласындағы саясатқа жауап беретін осы орталықтың қызметкері ретінде мен қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысындағы діни бірлестіктер арасындағы, мемлекеттік органдар арасындағы бірімен бірі аралас қарым-қатынас байланысты жоғарғы деңгейде бағалар едім. Себебі 13 жыл бұрын Қазақстан Республикасының көлемінде ең алғаш рет дін істері басқармасының бастамасымен Шығыс Қазақстан облысында діни бірлестіктер басшыларының клубы құрылды. Қазіргі таңда бұл клуб жоғарғы деңгейде өз қызметін атқарып жатыр. Осы клубтың аясында өзіңіз ақпарат желілерден қараған шығарсыз, 2025 жылдың 18 қазанына қарсы, яғни рухани келісім күні дейміз ғой, сол күнге қарсы діни бірлестіктердің көркем өнерпаздарының үлкен жаңағы шарасы өтті. Осы шара аясында әрбір діни бірлестік мүмкіндік алды. Өздерінің жаңағы діни атрибутикаларын көрсетуге, өздерінің жаңағы қолдарында ұстап жүрген ескі деп айтамыз ғой, ескі тарихи жәдігерлерді көрсету мүмкіндігін алды. Осы деңгейде жаңағы өздерінің көркем өнерпаздарының сахнаға шығып, ол кісілердің жаңағы діни болсын, я болмаса ұлттық деңгейдегі болсын, әндерін, билерін, тағы басқа қандай өнерлер бар, соны көру мүмкіндігін биыл дін істері басқармасы жасады. Яғни осы
шараны өткізу жаңағы діни бірлестіктер басшыларының клубының аясында келісіліп жасалды. Яғни әрбір 90-на бір рет осы клуб отырысы өтіп отырады. Клуб отырысы барысында жаңағы мысалға мына көктем айларында, күз айларында сенбілік жұмыстарын жүргізу, көшет отырғызу мәселелері де көктем айларында осы мәселелердің барлығы қаралды. Сол клубтың аясында қазіргі таңда біз қандай Шығыс Қазақстан облысында діни бірлестік бар, сол діни бірлестіктің есігін қағып, ішіне кіріп, қандай деңгейде олар жаңа қазіргі таңда насихаттау жұмыстарын жүргізіп жатыр, қандай деңгейде ол кісілердің құлшылықтары өтеді, жаңа жалпы келіп жатқан өздерінің келушілеріне, яғни жамағатына, араб тілімен айтатын болсақ, жамағатына қандай деңгейде идеологиялық тұрғыда жұмыс жүргізіп жатыр, басшылары қандай деңгейде мемлекеттік тілді меңгерген, қандай деңгейде олар Қазақстан Республикасының дін саласындағы саясатын біледі, солардың барлығын жаңағы аралас байланысу мақсатында осы клубтың аясында біз барлық дерлік діни бірлестіктердің қай жерде, қандай жағдайда орналасқанын, басшысының кім екенін, қазіргі таңда ол кісінің қандай деңгейде ол жердегі келушілердің арасында абыройы бар, барлық мәселе осы клубтың айналасында реттеліп отыр. Яғни бұл клуб жаңағы әлемдік діндер съезінің бір кішкентай ғана қазіргі таңдағы Шығыс Қазақстан облысындағы бөлігі. Яғни қандай діни бірлестікке бармасаңыз, басшысы қазіргі таңда келген дін істері басқармасы тарапынан келген қонақтардың барлығын тік тұрып күтіп алып, ол кісілерге бүткіл жағдайды жасап, ештеңесін жасырмай, айқын қандай мәселелері бар, қандай озық бұл кісілердің тәжірибелері бар, барлығын қазіргі таңда айтады. Яғни бұл кейстің өзі жаңағы діни бірлестіктердің, айттым ғой, 11 конфессия, 11 конфессияның барлығының бір стол басында бірігіп, ақпаратты талқылап, Шығыс Қазақстан облысына қажетті шараларды атқаруға, бірлесе отырып жұмыс жасауға бұл үлкен мүмкіндік береді. Мысалға өзіңіз білесіз, мына кейбір діни көзқарастарға, канондарға сәйкес, мысалға сенбі күні жұмыс істеуге болмайды дейтін секілді мәселелер бар. Сондай кейбір нәрселердің өздігін осы діни бірлестіктер басшылары, біз мынандай күні мынандай нәрсе бізге жасауға болмайды, мына шараларыңызды мына күнге қойсақ па деген секілді ақылдасып, мәжіліс сұхбат арқылы жаңа діни бірлестіктер арасындағы мәселелер кең деңгейде шешіліп отырады. Яғни бұл қазіргі таңдағы дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының жеткен ең үлкен жетістігі. Яғни діни бірлестіктер басшыларының мемлекеттік органдарға, Қазақстан Республикасының мемлекеттік дін саласындағы саясатын қолдауы ең үлкен деңгейдегі жаңағы жеткен жетістік. Сондықтан қызметкер ретінде, жай дінтанушы ретінде, осы Шығыс Қазақстанның қарапайым бір азаматы ретінде бұл саланың жаңағы деңгейі, бағалауы жақсы деп айталам. Жақсы, рахмет. Жалпы мынау әлеуметтік желілер діни көзқарастардың қалыптасуына қалай әсер тигізіп жатыр қазір? Енді қазіргі таңда діни көзқарастардың қалыптасуына өте үлкен әсерін тигізіп жатыр. Неге? Қазіргі таңда біз не нәрсе іздесек те әлеуметтік желіден іздейтін болдық. Үйіңізге абай жапсырам десеңіз де, дизайн жасайын десеңіз де әлеуметтік желіні қарайсыз. Бір діни сұрақты әлеуметтік желіден қарай салу өте жеңіл. Қазіргі таңда қандай бір деңгейдегі діни насихатшылардың видеолары қандай деңгейде болса да қолдануға қолжетімді. Яғни осы деңгейде қарайтын болсақ, кейбір адамдар, мысалға, өздерінің насихаттаушысын көрмеген, бірақ сол кісінің жолын ұстанам, сол кісі менің жаңағы осы өмірдегі өмірлік ұстазым деген секілді деңгейде әңгімелер айтып отырады. Яғни бұның өзі қандай деңгейде қаупі бар деген сұрақ туындайды. Мысалға, қазіргі таңда кейбір видеоларды қарап отырсақ, басы жақсы басталады. Түгел діни, жақсы. Аяқ жағына келген кезде бұл кісілердің 1, 2, 3 видеодан кейінгі әңгімелері ақырындап жат идеологияға ақырындап ауа бастайды. Яғни жат идеологияға қалай ауады? Ол тек қана жаңағы біздің айтып отырған деструктивті діни бағыттағы әңгімелер ғана емес. Сонымен қатар басқа шет мемлекеттерден басқалардың бір идеологиялар бар. Ол идеологиялардың өзі қазіргі таңда сіз бен біздің ішімізде жүр. Мысалға, мына ырым тыйымдар деген мәселені жоққа шығару,
дәстүрді жоққа шығару, жаңағы біз қайтадан тәңіршілікке оралуымыз керек, Қазақстанның қаншама жылдық тарихын сызып тастау, сол тарихты сызумен қатар Орта Азиядағы бүткіл ғұламаларды бірге сызып тастаумен тең болып жатыр. Яғни интернет арқылы адамға ақпаратты жеткізу өте жылдам. Ол мысалға мен атқа отырып алып, қазір ана ауылға барып уағыз айтып келейін деген нәрсе емес, баяғыдағы секілді. Я болмаса, осыдан бір 10 жылғы бұрынғы секілді машинаға отырып алып, мен ақпарат жеткізіп келейін деген нәрсе емес. Я болмаса, жаңа факс жіберіп оқымаса екен де, қазіргі таңда, міне қазір видеоны жазды ма, қазір әлеуметтік желіге шығарып береді. Ал идеологияны насихаттауда бұл үлкен қаржы мәселесі бар бұл жерде. Сол қаржы мәселесінің айналасында қазіргі таңда мына қайырымдылық мәселесінде байқау керек. Мысалы, қазір АФМ анықтап жатыр ғой. Қаншама қайырымдылықтардың дұрыс емес жолға кеткендігін анықтап жатыр. Сол сияқты әлеуметтік желіде біреуге көмектесемін деп отырып, ертең экстремистік ұйымдардың жұмысын байқамай сол арқылы, қайырымдылық арқылы қаржыландырып жіберуіміз мүмкін. Мемлекет механизмі өте үлкен. Ол экстремизм статьясына түсті ме, оны қазіргі таңда қарамайды. Ешқандай оған жеңілдік жоқ. Қазіргі таңда бұл жаңағы 5 жылдан өмір бойға дейінгі бас бостандығынан айыру мәселесі қазіргі экстремизм мәселесіне кіргізілді. 2016 жылы білетін шығарсыз, мына Қызылордада экстремистік террористік акті болған кезде құқық қорғау органдарының қызметкері қаза тапты. Біреудің әкесі, біреудің жаңағы бауыры, біреудің жан жары, бір кісінің ол баласы етті. Енді қазіргі таңда сол адамдардың барлығы нұсқаудың барлығын қайдан алды? Нұсқаудың барлығын осы әлеуметтік желі арқылы берілген. Қазіргі таңда біздің мына басқа мемлекеттерге ауып кетіп жатқан кейбір қыз балаларымыздың тағдыры, мына Жусан операциясының аясында көптеген қарындастарымыз оралып жатыр. Баласы кімнен екенін білмейді. О жаққа қалай бардың деген кезде әлеуметтік желі арқылы таныстым. Мен сол жаққа билет алып шақырып алып дейді. Яғни әлеуметтік желінің қазіргі таңдағы идеологиялық тұрғыдан өте бір үлкен басқару рычагы бар. Түсінікті. Жалпы неліктен адамдар интернеттегі гуруларға оңай сенеді? Енді біз ақпараттық жолда қазіргі таңдағы адамның психологиясы, психолог мамандардан сұрасаңыз, адамды көбірек мақтауға, оның проблемаларын баса отырып, проблемалардың себебі сіз болсаңыз да, бірақ сіздікі дұрыс деу арқылы жаңа әлеуметтік желіде сондай ақпараттар атады. Мысалы, қазіргі деңгейде сіздің ақпаратыңыз ол кісінің жан дүниесіне жағымды сәйкес болып тұратын болса, ол кісі сол кісіні қабылдайды. Ал ол кісілер сол жаңағы әлеуметтік желі, мына экранның артындағы отырған адамның психологиялық деңгейде өте қатты дайындығы бар екенін аңғармайды. Яғни психологияңызға баса отырып, сіздің ішіңіздегі ойды таба отырып, ол кісі ақпаратты берген кезде сол ақпаратқа біз жақсы дейміз. Өйткені ол біздің жаңа жан жүрегімізге жақындау болғаннан кейін. Жақсы, рахмет. Және де қорытынды сұрақ, мынау манипуляциядан қорғану үшін нені білу қажет? Енді манипуляциядан қорғану, кіші балаға қалай кәмпит әпермей қою магазиндегі мәселе бар. Ол баланы, яғни екінші бір нәрсемен алаңдату керек. Мысалы, қазір мен саған басқа нәрсені алып берем, мына нәрсе саған пайдалырақ деген секілді. Ал әлеуметтегі манипуляция бұл қазіргі таңда мына культтік кейбір жерлер бар, ағымдар бар. Жаңағы бәленбайдың басына барып, бәленше деңгейдегі ақ қойды шалсаңыз, сіздің дұғаңыз қабыл болады деп, психологиялық, қаржылық деңгейде байлап тастайтын жаңағы ұйымдар бар. Осындай ұйымдардан адам баласы байқау керек. Сіздің мәселеңіз қай кезде шешіледі? Манипуляциядан сіз қай кезде шығасыз? Сіз мына әлемге реалистік көзқараспен қарап, сыни ойлана білген кезде ғана манипуляциядан шығасыз. Оғанға дейін манипуляцияға беріліп, қаражатыңызды да, денсаулығыңызды да, басқа дүниеңізді жоғалта бересіз. Қысқа жауап осы. Жақсы, рахмет. Көп-көп.